Шағатай ұлысы ыдыраған соң, оның шығыс бөлігінде 1348 жылы дулат әмірлері билік жүргізген Моғолстан мемлекеті құрылады. Моғолстан мемлекетінің негізін салушы дулат тайпасының көсемі Әмір Полатшы. Алғашқы ханы Тоғылық Темір, ол Моғолстан билеушілері әулетінің негізін салды. Астанасы Іле алқабындағы Алмалық қаласы болды. Моғолстанның аумағы қазіргі Жетісу аймағы мен Қырғызстан, Шығыс Түркістанды алып жатты. Моғолстан халқының этникалық құрамы дулат, қаңлы, жалайыр, керей, найман, үйсін, арғын, барлас тағы басқалары. Тоғылық Темір хан елдің ішкі сыртқы жағдайын жақсартты. Хандықтың бүкіл аумағын біріктіріп, бір орталыққа бағындырады. Мұсылман дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдайды. Тоғылық Темірге дейін моғол билеушілерінің ислам дініне енуі баяу жүріп келсе, енді хан бұл мәселеге ерекше көңіл бөлген. Мұхаммед Хайдардың жазуы бойынша, бір күнде 160 мың адам ислам дінін қабылдайды. Тоғылық Темір 360-361 жылдары Мауараннахрға 2 рет сәтті жорық жасап, баласы Ілияс қожаны Мауараннахрдың хан тағына отырғызып қайтады. Моғолстанға оралған Тоғылық Темір хан қаза болады. Тоғылық Темір хан қаза болғаннан кейін, Әмір Темір Мауараннахрдағы билікті өз қолына алу үшін Ілияс қожаға қарсы шығады. Әмір Темір мен Ілияс қожа ханның арасында бірнеше рет қақтығысулар болады. Ташкент қаласының маңында 1365 жылы 22 маусымда екі жақтың арасындағы шешуші шайқас батпақ шайқасы болады. Жазба деректердің айтуынша, екі жақтан 10 мыңға жуық адам қырылған. Шайқаста Ілияс қожа хан жеңіске жетіп, Әмір Темір қашып құтылады. 14 ғасырдың аяғында Әмір Темір Моғолстан жеріне бас көтертпей, дүркін жорықтар жасайды. Алғашқы жорығы 1371-1372 жылдар болған. Бұл жорықта Алмалық қаласына дейін жетеді. Екінші жорықта 1375-1377 жылдары оңтүстік Қазақстан арқылы жүріп, Жетісудің Шарын өзеніне дейін жетеді. Моғол ұлысының басшысы Камараддинмен шайқасады. Камараддин әскері осы шайқаста жеңіліс тауып, қашып құтылуға мәжбүр болды. Ақ Орда мен Моғолстан билеушілері өздерінің Әмір Темірге жеке дара қарсы тұра алмайтындарын біліп, 1380 жылдың аяғында одақ құруға әрекет жасайды. Алайда, бұл одақтан да еш нәтиже шықпаған. Өйткені, одақтың құрылып жатқанын білген Әмір Темір 1384-1391 жылдардың аралығында Алтын Ордаға және Моғол жеріне бірнеше рет жорықтар жасаған. Моғолстанды бір жолата қаратып алу үшін оның түкпір-түкпіріне 120 мың әскер аттандырады. 1390 жылдардағы жорықтардан кейін Моғол ханы Қызырқожа өзін Әмір Темірдің боданы деп тануға мәжбүр болды. Сөйтіп, Моғолстан Темірге толық тәуелдікке түсті. Әмір Темір Моғолстанға 1371 жылдан 1390 жылға дейін 10 шақты рет жорық жасаған. Қызырқожаның ұлы Мұхаммед хан билігі кезінде 15 ғасырдың басында жағдай біршама жақсарды. Оның заманында Моғолстан Әмір Темір ұрпақтарынан тәуелсіз болды. 15 ғасырдың бірінші жартысында Моғолстанға ойраттар шапқыншылығы жиіледі. Уәйіс хан ойраттарға батыл қарсылық көрсетті. Олармен ұзақ соғыс жүргізді. Ол өз ордасын Тұрфаннан Ілебалық деген жерге көшіруге мәжбүр болады. Уәйістің баласы Есенбұға хан 15 ғасырдың 30 жылдарының басында билікке келді. 15 ғасырдың 50 жылдарының аяғында батыс Моғолстанға Жәнібек пен Керей бастаған тайпалар көшіп келді. Есенбұға оларға жер бөліп берді. Мұндағы Есенбұғаның мақсаты қазақтарды ойраттарға және Темір әулетіне қарсы әскери күш ретінде пайдалану. Қарсыласы Әбілқайыр мен інісі Жүніске қарсы қою. Жүніс хан тұсында мемлекет жағдайы біраз нығаяды. Бірақ ол 1472 жылы Жетісуға шабуыл жасаған ойраттардан жеңіліп қалады. Жүніс ханның баласы Сұлтан Махмұд хан Жетісуда және Сырдария қалалары үшін қазақ хандарымен соғысады. Моғолстанның соңғы хандарының бірі Жүніс ханның немересі Сейіт хан 1514 жылы Қашғарияға басып кіріп, жаңа мемлекеттің негізін қалады. Тарихта ол мемлекет Қашғария деп аталды. Жетісудағы қазақ рулары мен тайпалары 15 ғасырдың 60 жылдарынан бастап қазақ хандығының құрамына енеді. Шағатай әулетіндегі өзара тартыс, Әмір Темірмен соғыс және ойрат шапқыншылықтары, тұрақсыздық пен ауыр салықтарға халық наразылығы және осыған байланысты жаппай қоныс аудару түріндегі қарсылық салдарынан Моғолстан 16 ғасырдың басында ыдырап, жеке мемлекет болып өмір сүруін тоқтатты. Моғолстан қазақ хандығының құрылуына және қазақтың өз алдына жеке халық болып қалыптасу барысын аяқтауына территориялық тірек, саяси, экономикалық негіз болды.